топтың аты қосалқа. Біздің жобаның мақсаты қазақ би өнерінің дәстүрін дәріптеу. Жобаны әзірлегендер Маңғыстау өнер колледжі хореография өнері бөлімінің 3-ші курс студенттері Айтбайқызы Арайлым, Дадирова Камшат, Советова Қызалдақ. Жетекшісі Бапанова Гүлбашин. Басты құндылықтар қазақ би өнерінің ұлттық дәстүрлері мен нақышын келтіре отырып жасөспірімдер арасында дәріптеу. Гүлшара Жиенқұлова секілді қазақ би өнерінің кәсіби сахнада көрініс табуына үлес қосу. Тұтынушылардың сегменттері кіші топ 5-тен 8 жас аралығы, орта топ 8-ден 12 жас аралығы, үлкен топ 12-ден 15 жас аралығы, ұл балалар мен қыз балалар. Өздері әрекеттесу арналары, әлеуметтік желілер, мобильдік қосымшалар. Клиенттермен қарым-қатынас. Оқушылардың би үйрену барысында ата-аналармен кері байланыс жасау. Мерекелерде ұйымдастырылған ашық есік. Жыл соңындағы есептік концерт. Ең бастысы ата-аналардың қолдауы. Кіріс ағымы айына 8.000 теңге, белсенді оқушылар үшін 15% жеңілдік, ата-аналардың балаларының жоғары республикалық деңгейде болатын жарыстарда үлкен сахналарда өнер көрсету. Сонымен қатар шетелдерге шығып, тәжірибе алып алмасу үшін төлемі. Жарыстардан алған ұтыстар біздің бизнесімізге қызығушылық білдіретін жеке кәсіпкерлерден берілген сыйақы. Негізгі ресурстар: патенттер, жабдықтар, команда. Негізгі әрекеттер: офис дайындау, платформа әзірлеу, әлеуметтік желілерде арнайы парақша ашып, жетістіктерді жүктеу, серіктестермен келісім шартқа отыру, жарнама жасау. Негізгі серіктестіктер: хореографтар, консалтингтік компания. Шығындар құрылымы: коммуналдық шығындар, ресурстардың құны, еңбек ақы, салық төлемдері, жалға алу.